көктемім, күндей мектебім, шашатын ертеңіме жарық бартадан. Қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Сөзден басталған өмір деген мектепке алғаш есік ашқаннан, ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе, түстім арман жолына 42 әріппе. Толы болған қызыққа туған үйде сыйлыям, қазақ тілі, физика, алгебра, химия. Жұртбай сойған. Біздің оқу мақсатымыз оқу түрлерін қолдану, және осы мәтіндегі аңыздағы болжап, соның негіз бойын анықтау құлаймыз. Сол бойынша бүгін біз істейміз, жұмыс жасаймыз екенбіз. Енді барлықтарыңыз экранға назарларыңызды аударамыз. Сіздер жасырынған, адасқан деген сөздерді табасыздар. Сол сөздер не үшін керек? Солай ма? Соны өздеріңіз не алыстар, болжап. Мұқият барлығымызда экранға қараймыз. Бұл жерде жасырынған сөздер тұр. Иә, балалар? Екі балдар ендеше, қазір біз адасқан сөздер, немесе жасырын сөздерді қазір біз мына жерден табамыз. Барлығымызға көрініп тұр ма? Ендеше, бір оқушы келіп, мына жерде өздерін тауып білесіңдер. Ойланамыз. Қандай сөздер бар екен, сіздер тауып көрейік. Жарай ма? Кәне, мұқият қараймыз неге? Барлығымыз. Ал, кім табады екен? Кәне, таптық па? Үңгір келе ғой. Қандай сөзге шықты? Мыс сөзі келіп шықты. Жарайсың. Бұдан кейін, асқанымыздан келе ғой. Неге шықты? Аңыз деген сөз. Аңыз деген сөзге шықты. Жақсы, тұра ғой. Әділет келе ғой. Қандай сөзге шықты? Табиғи мыс қоспасы. Табиғи мыс қоспасы деген шықты. Бұдан кейін қарғат келе ғой. Қандай сөзге шықты? Қаныш Сәтбай деген сөзге. Иә, бала, өте тамаша, өте жақсы. Демек, бала, тамаша. Ал енді осы сөздер, мысалы, мыс, аңыз, Сәтбай, табиғи мыс қоспасы деген сөздер. Неге бұл сөздер біз таптық жастық сөздер? Қалай ойлайсың? Нұрсила? Бұл сөздер біздің тақырыбымызға байланысты болуы мүмкін. Біз солай болжап жатырмыз. Біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты болуы мүмкін. Ал енді балалар осы сөздерге түсіндірген сөздер жүргізіп өтіп кетейін. Қараңдар. Мыс, иә балалар, көріп тұрсыңдар ма суретін? Мыс бұл қызғылт сары түсті, жұмсақ металл. Ал табиғи мыс қоспасы құрамындағы басқа заттардан ажыратылмаған мыс кеселдер. Ал атымен деген ол атымен бірге деген анlamında. Ал аңыз білесіңдер ме балалар өздері? Аңызды білесіңдер. Аңыз дегеніміз не? Қиял, аралас, фантастикалық оқиға. Аңыздың негізінде шындыққа жақын өмірде болған, халыққа сақталған оқиғалар жатады екен. Ал енді осыны біз балалар дәптеріңізге түртіп не аламыз? Осы сөз жұмыстарын жазып аламыз. Дәптеріңіз. Түсініп оқуға
автордың ойын жазасыздар. Қалай ма? Сосын өзіңнің ойын жазасыздар, өзіңнің ойын. Түсінікті ғой, ә? Бірінші қатарлар солай істейді. Ал екінші қатарлар, төрт сөйлем әдісі, бұл жерде өзінің пікірін, мысал ойынымен байланыстырып нетуге болады, айтуға, иә? Одан кейін дәлел, нақты сөйлемдермен дәлелдеп айтамыз. Одан кейін қорытынды жасаймыз. Түсінікті ма? Ал үшінші қатар сіздерге оқиға картасы. Түсінікті ма? Жұмыс. Бірінші қатар қолжазба әдісі арқылы. Бұл жерде біз азат жолға бөліп оқимыз. Бірінші азат жол, бірінші қатар. Сендерге қолжазба әдісі арқылы орындайсыңдар. Түсінікті ма? Ал екінші қатар сіздерде төрт сөйлем әдісі арқылы. Екінші азат жолдан бастап оқып, төрт сөйлем арқылы мен қазір түсіндіріп өтемін, сендерге қалай істеу керек. Сол арқылы өзіңдер жазасыңдар. Үшінші оқиға картасы. Енді бірінші қатар бізде қолжазба күнделігі, автордың ойымен менің ойым қандай екен? Я қарайтам ғой. Автордың ойы бала жаяулатып, айдалада не істеп жүр, не іздеп жүр екені деп ойлаймын. Ал өзімнің ойым, бұл бала кішкентай кезінен тас жинап, тастарға қызығып жүрген деп ойлаймын. Екінші қатар бұл жерде төрт сөйлем әдісі дайын екен. Мұсылман. Мұсойған атаулының сыры бар. Мысал, біздің Водный қаласында мыс өндіріледі. Дәлел, қазақ әскерлері кері бұрылып жоңғарларды қыспаққа алады. Кейін батыр әлгі шұңқырға келсе, ішінде сап-сары бір нәрсе жатады. Ол мыс екен. Сонымен бұл жер Мұсойған аталып кеткен. Дәлел, қорытынды. Болашақта мен геолог болып келеді. Үшінші қатарда бізде оқиға картасы екен, иә? Дәлел, Саян айта ғой. Оқиға картасы. Атауы Мұсойған. Кейіпкер ақсақал жаяу жолаушы. Ахуал жағдай жолаушының келуі. Оқиға екеуінің кездесуі арнай аңыз әңгімесін айтып береді. Проблема жез іздеуі. Шешім ақсақал қамышты Мұсойған шұңқырына ертіп апарады. Мұсойғанның түбінен жұдырықтай табиғи мыс қоспасын табады. Мұсойғаннан үлкен шахта ашылып, жез қазған кенді құрылады. Ал енді балалар, осы үш қатарда біз тапсырмамызды орындап болдық. Енді біз бір-бірімізге не істейміз? Кері байланыс жасаймыз. Солай ма? Ал енді бірінші қатарға кім Нұрсила? Жарайсың, сен бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстың. Анық, нақты айттың. Сен автордың ойын айта білдің, және өз ойыңды айтқаның жақсы. Түсінікті болды. Енді, кәне, екінші қатарға кім? Анел? Мұслима, сен жарайсың, өзіңнің пікіріңді, мысалыңды, дәлеліңді білдіре алдың. Және қорытындылай білдің. Ал енді мынау үшінші қатарға кім баян жасап жібереді, Мұслима? Саяндар, сен оқиға картасындағы атауын, кейіпкерін, ахуал жағдайын, оқиғасын, проблемасын, шешімін біздерге жеткізе алдың. Сен жарайсың. Біз саған ризамыз. Ал енді ше балалар, осы бүгінгі сабағымыздың рефлексиясын өзің жасап көр айдарақты кәне өзімізді тексеріп көрейікші. Ойынға кім шығады? Жаяу жолаушы не іздеп жүрген. Мержан келе ғой. Не іздеп жүрген екен? Жез. Дұрыс па екен балалар? Тұра ғой. Не деп тұр келесіде? Батыр қандай айла тапты. Батыр қандай айла тапқан екен? Батыр қандай айла тапты? Нұржас?
Қандай айла тапқан екен? Шұқырға тығылып, Демек керемет балалар, да, қараңыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің аңызымыз кім туралы болды деп ойлайсың ба? Қол көтеріп жауап берейік. Кім туралы болды деп ойлайсың ба? Иә, дұрыс па? Қаныштың қай кезіндегісі бұл? Иә? Бұл Қаныштың жас кезіндегі. Жас бала кезіндегісі ғой, да? Ал ендеше балалар, осы Қаныш Сәтбаев туралы білесіңдер ме? Не білеміз Қаныш Сәтбаев туралы? Иә? Бір туралы айтайық, Қаныш Сәтбаев туралы. Қаныш Сәтбаев туралы не білеміз? Әділет? Қаныш Сәтбаев геолог, ғалым. Ал ендеше балалар, бүгін біз осы аңыз әңгімеден не білдік? Не туралы болды? Кім туралы болды? Нұрсила? Бұл аңыз әңгімеде Қаныш Сәтбаев туралы болды. Иә. Саянұр? Және Қаныш Сәтбаевтың жас кезі, бала кезі туралы болды. Бала кезі болды. Жарайсыңдар, жақсы. Ал енді Қаныш Сәтбаев туралы кім біледі? Білесіңдер ме Қаныш Сәтбаев туралы? Кәне, жақын. Айтады. Қаныш Сәтбаев геолог. Иә, бала. Ендеше барлығымыз бейне жазбаға назарымызды аударамыз. Не білесің? Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не білесің? Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері. Балалар, біз осы сабағымызды қорытындылау мақтасында қандай әсер алдық? Сөйлеп қолықты кім айтады екен? Нұрсила айта ғой. Маған аңыз әңгіме қатты ұнады. Мені таңғалдырғаны, айдауады Қаныш Сәтбаев жас болса да, жез іздегені өте қатты таңғалдырды. Мен осы Қаныш сияқты алғыр, білімді, зергер, ұғымтал болғым келеді. Жақсы тұра ғой. Саянұр? Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Мені Қаныштың жас кезінде жаяу далада жез іздеп жүруі таңғалдырды. Мен осы Қаныш сияқты зерек, алғыр, ізденбаз болғым келеді. Балалар, сонымен біздер қандай жұмыстар жасадық? Жаңа айтып жатсыңдар, өте әсер алдық, қызықты болды деп, ұнады деп. Балалар, маған да ұнады. Кәне біз қандай жұмыстар жасадық? Үшінші қатар не істедіңіз? Иә. Нұрислам айта ғой. Семантикалық картамен жұмыс істедім. Семантикалық картамен жұмыс жасаппыз. Екінші қатар не істедік біз? Түртілеме, Әдісімен жұмыс жасадық. Үшінші қатар әділет. қош жазба көндірілген жұмыс жасадым. Қош жазба әдісімен жұмыс жасаған екенбіз. Ендеше балалар, үйге тапсырма. Осы аңыз әңгімені тағы қайталап оқимыз. Автор туралы Тұрсын Жұртбаев. Автор туралы не аламыз үйге? Ізденіп келеміз. Ендеше орнымыздан тұрамыз. Барлығына рахмет. Сау болыңыздар. Сау